Бәріміз гемоглобин, мен анемия туралы білеміз. Бәріміз темірдің гемоглобиннің маңызды бөлігі екенін білеміз. Және егер денеңізде темір аз болса, анемия дамуы мүмкін. Темір тағамнан алынады, және темір көптеген жолдармен жоғалады. Әйелдерде ең жиі итекір арқылы. Темір тапшылығы анемиясын емдегенде дәрігер ретінде біз темір деңгейін тексергіміз келеді. Денеңіздегі темір деңгейі қанша? Бұл тексерудің бір бөлігі ретінде біз темір байланысу қабілеті деп аталатын тест жасаймыз. Ол трансферинг деп те аталады. Темір байланысу қабілеті бізге, дәрігерлерге денемізде жеткілікті темір бар ма екенін көрсетеді. Мысалы, егер темір байланысу қабілетіңіз жоғары болса, бұл денеде темірді байланыстыруға жеткілікті ақуыз бар екенін, бірақ темір аз екенін білдіреді. Сондықтан, мұндай жағдайларда темір тапшылығы диагнозы қойылады. Темір байланысу қабілеті тек ақуыздың көрсеткіші болып табылады. Оның жоғары мөлшері денемізде темірдің аз екенін көрсетеді. Алайда кейбір жағдайларда, мысалы, егер науқаста бауыр ауруы, цирроз деп аталатын ауру болса, ақуыз аз өндіріледі. Мұндай жағдайларда темір тапшылығына қарамастан темір байланысу қабілеті төмен болады. Сондықтан осы ескертуді ескере отырып, темір байланысу қабілеті дәрігер ретінде анемияның түрін диагностикалау үшін темір тапшылығының көрсеткіші ретінде қолданылуы мүмкін.